Алла тағала адамзатты жаратып, Адам алейхиссаламды адамзаттың арғы тегі қылу үшін мәңгілік жарлығын орындауға бұйырған кезде жерге қарап: ей жер, мен сенен халық жаратам, маған мойынсұнбағандарды тозаққа жіберем, мойынсұнғандар жәннатқа кіреді дейді. Осыдан кейін Алла тағала Жәбірейіл алейхиссаламды жерге жібереді Адам алейхиссалам жарату үшін. Бірақ жер жалынып, жаратушының атымен ант етейін, менің бір жеріме кішкене болсын алмаш дейді да, бір жеріне отқа күйіп кетпесін дегенде Жәбірейіл алейхиссалам жан ашып ештеңе алмастан көкке көтеріліп кетеді екен. Сонда Алла тағаланың алдына барып ұялып айтады: мен ештеңе істей алмадым деп ше. Содан кейін Микаил алейхиссаламды жібереді дәл осындай тапсырмамен. Жер солай айтады, ол да көкке ұшып кетеді. Үшінші рет Әзірейіл періштені жібереді екен. Әзірейіл періште жерге түскен кезде жер тағы оған өтінеді, бірақ ол Алла тағаланың міндетін орындамауға батылы бармай, яғни Жәбірейіл періште, Микаил періште барлығы қайтып келді ғой деп, оның міндетін орындамаудан және оның қаһарынан сақтауын сұраймын дейді жерге. Ол әр түрлі таулар мен жазықтардан жұмсақ және қатты, қара, қызыл, түрлі түсті сазды жинайды. Балшықтан тәтті, ащы, тұзды сумен сұйылта бастайды. Судың дәмі әртүрлі болғандықтан Адам алейхиссалам ұрпақтарының да ерекшелігі тері солай әртүрлі болады. Сарымыз, ақпыз, қара бар, қара нәсілділер. Алла тағала түрлі тілде сөйлейтін адамдарды жаратады. Әдеміні жаратады, ұсқынсызды да жаратады. Жаны жоқ дене мүсін күйінде жаңа періштелер өтетін жәннаттың қақпасына біраз уақыт қойылады екен да. Ұзын бойлы сүйкімді денені көріп таң қалып қалады ғой періштелер. Бұрын сонды көрмеген. Ал Іблис болса, адам бейнесіндегі әдемі жаратылысты көріп, қызғаныштан денеге жақындап, оны итеріп жібереді екен. Адамның денесінің ішінен бір қуыстау болады да, аузынан кіріп, ішін бәрін аралап, төменгі жерден шығады екен. Любопытный дейді ғой. Періштелерге айтады: Алла бұл адамды сендерден жоғары қойып қойса не істейсіңдер дейді. Періштелер әміріне мойынсұнамыз деп жауап береді. Көңілі түсіп, ашуланып, егер Алла мені бұл адамнан жоғары қойса да, төмен қойса да бар ғой, мен бұл адамға бағынбаймын дейді. Бәрібір бұл адамды құрдымға апарам дейді екен. Бұл бізге көрсетіп отқан бір маңызды үлгі ғой. Қараңызшы, Алла тағаланың қалауымен жаратылып жатқанда да әу баста қарсы болған ғой Іблис. Лаухул махфуз деген тақтада аты Іблис, шайтан және оның барар жері тозақ деп жазылған. Лаухул махфуз деген кітап, тақта Алла тағала жаратылысқа дейін бүкіл әлемнің өткені, бүгіні, болашағы алдын ала жазылған көктегі кітап. Қиямет күніне дейін Іблистің әрекеті пайдасыз болып қалады да Алланың алдына. Жақсылық жасап, зұлымдармен болған адамды ол бірге тозаққа алып барады екен өзімен бірге. Жәбірейіл алейхиссалам Адам алейхиссаламды Үндістандағы Рахун тауына жалаңаш күйде апарып тастайды дедік қой. Ал Хауа анамызды Хижаза тұзды қызыл теңіздің жағасына апарып жерге жалғыз қалдырып кетеді. Ал Іблис Иракқа тасталады. Ол өз-өзіне үйленіп, 4 жұмыртқа салып әр жерге басады. Сөйтіп ұрпақ бере бастайды. Алла оған қан сияқты қозғалу қабілетімен ерік жігер береді Іблиске. Алла тағала Адам алейхиссаламға Іблистің дұшпаны екенін ескертті. Осы сәттен бастап таухид, яғни иманға келу жолына тосқауыл қою, адамды азғыру міндеті Іблиске жүктелді. Содан бастап мен сенің адамдарыңды дейді, ақырет күніне дейін адастырамын дейді, азғырамын деп сөз береді Аллахқа. Ал Алла тағала олар тәубе етсе, тура жолды сұраса, мен оның тәубесін қабыл етіп, тура жолға салам дейді. Бірақ сен иманы мықты құлымды адастыра алмайсың дейді Алла тағала. Ал Іблистің жәннатқа кіруіне көмектескен жыланды аузына у салып мылқау қылады. Ал тауыс, жаңағы павлин, әшекейлері жойылып, сұлулығы азайып, Вавилонға лақтырылады екен. Адам алейхиссалам жәннаттан жалаңаш келді ғой, сол ыстық жаңағы үйренбеген күнге қиналып Жәбірейіл алейхиссаламға жүгінеді екен. Маған жеңілдік берші деп ше. Сөйтіп Жәбірейіл алейхиссалам жәннаттан бір қошқарды алып келеді да Хауа анамызға апарады. Оған қошқарды қырқуды, жін тұтуды үйретуші, тоқуды барлығын үйретеді. Хауа анамыз бір шапан жасайды да, бірақ оны Адам алейхиссаламға жасап жатқанын Жәбірейіл алейхиссалам айтпайды екен. Адам алейхиссалам шапанды алып Хауа анамыз тоқып бергенін ол да білмейді екен да. Сөйтіп шапанды киіп алып жеңілдік сезінгеннен кейін қарын ашады. Сонда Жәбірейіл алейхиссалам жәннаттан егіз өгіз жеткізіп, егіншілік құралын беріп, жер аударуды, өңдеуді үйретіп, сосын егін жинауды, астық бастыруды, ұн дайындауды, бауырсақ пісіруді барлығын үйретеді екен. Ал от жағуда тозақтан көмір әкеледі.
оның ыстығын басу үшін 7 рет суға бастырады екен да. Өйткені оның ыстықтығы бүкіл жер бетін өртеп жіберетіндей болады. Отқа шелпек пісіріп жегісі келген кезде Жәбірейіл алейхиссалам айтады: күн батқанша күт, әйтпесе оразаң бұзылады деп. Ауызашар уақытын күнмен көрсетеді. Осылайша ораза солай белгіленеді екен, көрдіңіз ба? Жер бетіне бірінші болып ораза ұстаған Адам алейхиссалам екен. Сол арқылы болашақ ұрпақтың да іргетасын қалайды. Ауызашар уақыты келіп, нанға бірден қол соза бастағанда наны домалап кетеді жаңа таудан. Адам алейхиссалам жүгіріп артынан баратқанда Жәбірейіл алейхиссалам айтады екен: егер сен нанға жүгірмеген болғанда жақсы болар еді. Өйткені ол саған өз бетімен келетін еді. Мұны Алла алдын ала белгілеп қойған. Адам өз еңбегімен күн көру керек деп. Нанды қайтарып әкеледі да, соның жартысын жеп, жартысын келесі күнге қалдырып қояды. Сөйтіп шөлдей бастайды. Шөлдегенде бұлақтың суын ішеді. Сөйтіп 500 жыл өтеді ғой. Бір күні әйел еске түседі. Жәбірейіл алейхиссалам сұрайды: айтшы, ол тірі ме әлі өлі ме деп. Тірі, сенен мықты өмір сүріп жатыр. Теңіз жағасында балық ұстап, сонымен күн көреді дейді ғой. Адам алейхиссалам қатты қуанып кетеді. Ол өкініп жәннатты сағынғанын, Хауа анамыздың сағынғанын, тәубе еттім, я Рабби дейді. Біз өзімізге зұлым жасадық, сенің мейіріміңнен үміт етемін, Мұхаммедтің разылығы үшін рахметші дейді. Сонда Алла тағала: сен Мұхаммед туылмады ғой, қайдан білесің дейді, саллаллаху алейхи уассалам. Сен мені жаратқанда көзіме түскен ең бірінші байқағаным дейді, аршаның басында жазылып тұр ғой дейді. Ля илаха иллаллах Мұхаммеда Расулаллах деген жазуды оқыдым дейді. Сол кезде Мұхаммед сенің ең сүйікті құлың болатынын білдім дейді. Көрдіңіз бе? Сонда Алла тағала мейірімді ғой, мейірімді. Бірден кешіріп, оған жол көрсететін періштені жібереді. Олар Меккеге жетіп, қазір Қағба тұрған жерде жәннаттан алынған қызыл хризалит лахантынан жасалған осы үйдің айналасында 7 рет айналады да, тауып жасап. Сөйтіп Арафат тауына барады. Мекке маңындағы қасиетті орын. Мұнда Адам алейхиссалам мен Хауа ананың кездескен жері деп Меккеге барғандар біледі. Жаңағы Арафат тауында күтпеген жерден Хауа анамыз кездестіреді ғой, Адам алейхиссалам. Адам ата мен Хауа ана кездескеннен кейін олар Меккеге біраз уақыт тұрады да, сосын Үндістанға барып өз өмірлерін жалғастырады. Сөйтіп олар адамзат баласының жалғасына осылайша себеп болады екен. Алла тағала Жәбірейіл алейхиссаламға иман, ақыл және ар-ұятты білдіретін 3 інжу маржанды моншақ беріп жібереді да, солардың ішінен таңдасын дейді. Адам алейхиссалам бәрінен де ақыл қымбат деп түсініп, ақылды таңдайды ғой. Сонда Жәбірейіл алейхиссаламға иман мен ұятқа жәннатқа оралуын бұйырғанда, иман айтады: Алла тағала әрі қашан ақылмен болуды бұйырған маған, мен осында қалам дейді. Ал ұят: мен иманмен бірге қалам, маған Алла тағала иманмен бірге бол деген дейді. Осылайша Адам алейхиссалам 3 маржанды да алады. Сөйтіп мінезі солай кемелденеді. Яғни ақыл, иман, ар, ұят. Сенде ақылың жоқ, иманың бар деп жатамыз ғой. Но ұятың бар екен, я, ақылың болмаса да ұятың бар екен, я, деген сияқты, мысалы, көрдіңіз ба? Сондай тіркес сол сөзден қалыптасқан. Сөйтіп Хауа ана мен Адам атаның егіз балалары болады. Лаюс пен Хабил, Қабил мен Еклима. Лаюс пен Хабил, Қабил мен Еклима. Хабил үлкен баласы мал бағу соған бұйырылса, ал Қабил кішкентайы екінші егізі жер өңдеумен айналысады. Қандас бауырлар кәмелет жасқа келгенде Алла тағала Хабилді Еклимаға үйленуді бұйырады. Өйткені ол егіздің сыңарына үйленуге тыйым салған сол кезде. Алланың қалауы бұл. Неге қазір мүмкін емес, бірақ сол кезде Алла тағала солай жасаған. Өйткені бала бірінші Хауа ана мен Адам атадан тарайды ғой, дұрыс па? Енді ары қарай ұрпақты жалғастыру керек. Сол кезде Алла тағала, міне қазір көрсетейін сіздерге. Лаюса мен Хабил екеуі бірге туылады. Қабил мен Еклима екеуі бірге туылады. Хабил Еклимаға үйлену керек, бірақ Қабил Еклиманы алғысы келеді, өзінің егізін. Ол рұқсат етілмеген. Сөйтеді, Қабил Хабилді өлтіруге тырысады ғой. Адам ата балаларына қаншама рет Алладан қорқуды насихаттаса да, Қабил мен Еклиманың ықыластарына көнбеді. Адам алейхиссалам дауды шешу үшін құрбандық шалуды ұсынады. Аллаху тағала қайсыңның құрбандығыңды қабыл етеді, сол Еклимаға үйленеді дейді. Сөйтіп екеуі ең жақсы қойларды екі төбеге орналастырып бақылайды ғой. Сонда аспаннан ақ бұлт түсіп, Хабилдің қойын алып кетеді. Мұны көрген Қабыл Хабилді өлтірем деп шешеді ғой. Бірақ қалай өлтіретінін білмейді.
Осы кезде ібіліс келеді. Екі тасты бір-біріне соғады да екінші тастың қалай жарылғанын көрсетеді. Қабыл оның кеңесіне құлақ асып, ұйықтап жатқан ағасының басынан үлкен тас лақтырып өлтіреді. Небәрі 20 жаста болған Хабилдің қаны жерге төгіледі. Жазықсыз өлтірген мәйітке не істерін білмей 1 жыл бойы өзімен бірге алып жүреді ғой. Бір күні екі қарға көз алдында төбелесіп жатады да, сол өлтірген қарға екіншіні көміп бүйтіп қыммен жерлеп жатқанын көріп, солай ол да жерлейді екен. Осыдан кейін ең ауыр күнә адам өлтіру болып саналады. Маида сүресінің 32 аятында бұл аятта Алла тағала айтады: кімде-кім жазықсыз бір адамды өлтірсе, ол барлық адамзатты өлтіргенмен тең деген. Бұл күнәнің ауыртпалығын шыдай алмаған жер күніне 7 рет сілкінетін болған ғой. Тікенектер өсіп, жемістер дәмін жоғалтып, тәтті болған су ащы су болады. Адам алейхиссалам Хабилдің өлтіргенін сезіп, Хабилді іздестіре бастайды ғой. Өте қайғырады, Алладан кешірім сұрайды. Алла тағала мейіріммен баланың қателігі үшін сөгіс жібермейді, шүкіршілік етуді бұйырады. Кейін жалғыз туылған Шиз деген ұлды береді ғой. Оны Адам алейхиссаламға ибадатқа арнап, істерді басқаруға үйретеді. Сөйтіп Адам алейхиссалам өлімі туралы уахи жіберіледі Алладан. Сонда Адам ата сұрайды ғой: өлім деген не деп? Сол кезде Алла тағала айтады: сен және бүкіл үммет бұл өлімді басынан кешіреді дейді. Құран кәрімде Әли Имран сүресінде былай айтылады ғой, 185 аятында, әрбір жан өлімнің дәмін татады дейді. Сіздерге әдейілеп күмән болмас үшін мен аятпен келтіріп айтып жатырмын бұл оқиғаны. Адам алейхиссалам жер бетінде 930 жыл өмір сүрген, кейбір деректе 960, кейбір риуаятта 1000 жыл өмір сүрген деп келеді. Ол өмірден өткен соң 1 жылдан кейін Хауа анамыз Аллаға қайтады. Жалпы Адам алейхиссалам мен Хауа ана жерленген орны туралы бірнеше аңыз бен тарихи болжамдар бар. Олардың ең негізгілері Мекке төңірегіндегі Қазна өңіріне жерленген деседі, кей деректе Хауа анамыз Жида қаласында деседі. Қорыта айтқанда ең көп таралған сенім бойынша олар Мекке мен Жида маңында жерленген. Сөйтіп адамзат көбею үшін Алланың әмірімен Шиз атты ұлынан ұрпақ өрбіген. Маида сүресінің 30, 31, 32 аяттарын оқысаңыз болады. Тексеріп көрсеңіз болады, Гуглға салыпшы, Маида сүресі 30 аят деп жазыңызшы. Онда Қабылдың нәпсісіне еріп, ағасы Хабилді өлтіргені және зиянға ұшырағандары баяндалған. Міне, Құранда келтірілген, мен ойымнан шығарып отқан жоқпын. Алла білімдеріңізді арттырсын, әмин. Келесіде Адам алейхиссаламға жан беру туралы айтамын. Алла тағала біліп-білмей жасаған күнәларымызды кешір. Ақырет күніне иман келтірмеген құлдардан болсақ, хидаят бер. Қиындықты жеңілдет, күмәнді сейілге айналдыр. Сұрағанымызды емес, біз үшін хайырлысын нәсіп ет. Баршамызды тозақ отынан сақта. Әмин.